Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің аты-жөнім Шаненов Айбек Боранбайұлы. Ақтөбе автожол колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Бүгінгі сабағымызда салқындату жүйесі. Салқындату жүйесінің ішіндегі отын насосын алмастыру. Біздің автокөлігіміз Nissan автокөлігі міне. Соған бүгін салқындату жүйесінде отын насосынан, су насосынан ақау шығып тұр. Сол су насосын алмастырамыз. Су насосынан қалай ақау шығып тұр? Су насосы егерде жұмыс жасамай қалса, біздің автокөлігімізде салқындату жүйесінде салқындату сұйықтығының айналуы болмай қалады, яғни циркуляция болмай қалады. Оны біздер қарапайым ғана тәсілмен автокөлік жүріп жатыр уақытта автокөлігіміз қыза бастайды, айналым болмағаннан кейін. Сол кезде біздер если оның басқа жерден принциптері көп, бірақ егерде пешіміз ыстық ауа үрмей алатын болса, автокөліктің жылытқыш пеші, онда яғни ол біздің су насосымыз кеткен деп есептейміз. Біздің жағдайымызда екінші су насосының түбінен салқындату сұйықтығы ағып тұр. Енді соны бүгінгі сабағымызда біздер видео сабағымызда алмастырамыз. Салқындату жүйесінің су салқындату насосын алмастырамыз. Енді ол үшін әрине ең бірінші біздер техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Сынық, жарылған, ақауы бар кілттермен жұмыс істемеуіміз қажет. Барынша сақтық шараларын сақтап, жарықтың мол түсуін қарауымыз керек жұмыс барысында, жұмыс істейтін орнымызда. Сосын әрине оған енді біздің арнайы кілт құралдарымызды пайдаланамыз. Енді ол жердегі болт-тәйкілердің размерімен біздер кілт құралдар таңдап аламыз. Сол жерде содан кейін жұмыс жасаймыз. Енді біздер бүгін сол өзіміздің қолымыздағы Nissan автокөлігі. Бұл Nissan автокөлігіне не істейміз? Біздер су насосын ағытып аламыз. Ол үшін міне біздеріне жарық түсіріп қойдық. Автокөліктің өзінің әр автокөлікте жүру керек. Жарық құралы аккумуляторға жалғанады. Енді біздер су насосын бұл Nissan автокөлігінде алу үшін біздер бірінші генераторды шешеміз. Содан кейін ремендерін ағытамыз. Сосын су насосының өзінде тұратын шкифті шешеміз. Сосын термостат жағын ағытамыз. Содан кейін бар су насосының өзі алынады. Сосын оны жаңасына алмастырамыз. Ал кірісеміз. Генератордың ременін босатамыз. Міне біздер су насосын алдық. Енді бұның ақауын тексереміз. Енді бізде әртүрлі автокөлікте ол су насосы әртүрлі болады. Бүгін міне Nissan автокөліктің су насосы. Бұл жерде енді бұның мына жерде тұратын қалпақшаларының ар жағында тұратын манжет дейтін сальниге кетіп қалған. Содан су мына жерден далаға шығарып тұр. Бұл өзі ақау болып, если сальниктері кетіп қалатын болса, өзі шығаратын нәрсе, шығаратын тесігі. Енді бұны алып жөндеуге келмейді. Бұл өзі солай шығарылған заводтан. Енді бұны біз тек жаңасына алмастырамыз. Енді әртүрлі автокөліктерде су насосы әртүрлі болады. Анадан су насосын әкелдік. Бұл енді заводтан шыққан, магазиннен алынды. Енді осыны орнына саламыз. Енді кейбір су насосы болсын, кейбір құралдар болсын, автокөліктің құралдарының екі темірдің ортасына салынады. Біздерде жабынғылар бар, прокладкілер. Енді бұл су насосында ешқандай прокладкасы орнатылмайды. Оған біздер арнайы автомобильдің герметикасымен отырғызамыз. Оны ешқандай жерге ағызбай жұқалап, су кетіп қалмайтындай қылып жағып аламыз. Бәрі бір тегіс болу керек, чтоб ертең орнатырғаннан кейін ешқандай сұйықтық ақпайтындай қылып
жағып осыны сосын автокөліктің өзін орнына ағытамыз. Бізде кейбір автокөліктерде бұл су насосы қозғалтқыштың іші арқылы бекітіледі. Ол кезде автокөліктің зажиганиясы кетіп қалады. Барлық ремень, газ тарату механизмінің берілістері шешіледі. Ал енді біздің автокөлігіміздің, біздің жағдайымызда бұны ешқандай да газ тарату механизмінің берілістері шешілген жоқ. Ремень де, цеп де бұл сыртында орналасқан. Сондықтан бұны алып алмастыру, орнына қайтып орнату бұл оңайлау. Енді біздер бұны орнына саламыз. Орнына салғанда енді бұндай жерлер өзі қуыс болады, шамалы қиындау болады, но бірақ орнына келтіріп ешқандай тайып кетпейтін қылып жаңа жаққан герметиктерімізді ұстап тұру. Жақсы ұстап тұру үшін ешқандай жерге жұққызбай әдемілеп орнатуымыз керек. Енді біздер салқындату жүйесінің су насосын ауыстырдық. Барлық қайтадан ремендерін барлығын орнына қойдық. Бекітілулері мен қатайтылуларын тексердік. Енді бұны алмастырып болғаннан кейін міндетті түрде салқындату сұйықтығын толтырамыз. Енді біздерде ағулар болды, ол азайды. Енді салқындату сұйықтығының түрлері бар. Тасол құйылады, антифриз материалдары құйылады. Оның барлығы қатпайтын материалдар болып есептелінеді. Кейде суда құйып атады, но бірақ мүмкіндігінше автокөлікке суды жолатпаған дұрыс. Себебі су қайнау барысында қақтанады да қозғалтқышымыздың ішіндегі салқындату жүйелерін, каналдарын бітеп тастайды қақпен. И қозғалтқышымыздың жұмыс істеу қабілеттілігі төмендейді. Қозғалтқышымыздағы бөлшектердің. Осы су насосы бар, тағы да басқа бөлшектерін. Сондықтан заводтан шыққан бекітілген стандарттарға сай біздер салқындату сұйықтығын құямыз. Енді бірінші біздер автокөліктің радиаторына құямыз. Сосын қосымша багы бар, расширительный бак дейді. Соған құямыз белгілі бір деңгейде. Енді автокөліктің біздер салқындату сұйықтығымен толтырдық. Енді әр автокөліктің өзінің конструкциясына қарай әртүрлі болады. Кейбір автокөліктер салқындату сұйығынан құйылғаннан кейін мына салқындату жүйесінде қалып қойған ауаны өзі автоматты түрде шығарады. Ал кейбір автокөліктер оны қолмен ауаны шығаруымыз керек. Енді біздің жағдайымызда ауа шығаратын тығыны мына жерде тұр. Сол арқылы қазір біздер автокөлікті оталдырып тұрып, салқындату жүйесіндегі ауаны біртіндеп шығарамыз. Содан кейін барып, біздің автокөлігіміз дұрыс жұмыс жасайды. Егер де ол ауа қалып қойып, біздің автокөлігіміз оталдырып, ауа шықпай қалатын болса, онда бізде автокөлік қозғалтқышы қызады. Қызып, дұрыс жұмыс жасамайды. Мүмкін қозғалтқышты қыздырып алуымыз да мүмкін. Сондықтан ол ауаның шығуына аса мән берген зор. Егер де ол ауа шықпай қалса, айналым болмай қалады. Енді автокөлікті оталдырдық. Өзі мына су насосының айналасын барлық бекітпелерді, су насос жүйелерінің қарап тұрдық. Ешқандай да салқындату сұйықтығының ағуы байқалмайды. Енді біздер салқындату жүйесінің ауасын шығарамыз. Ол мына жердегі біздің автокөлікте өзінің тығыны бар. Сол арқылы шығарып, ол тығынды ашып қоямыз. Сосын айналым барысында автокөліктегі ауалар шығып, сол жақтан шығады. Сосын барлық ауа шығып болып,
таза салқындату сұйықтығы аққан уақытта біздер ол тығынды қайтып жабамыз. Яғни бізде салқындату сұйықтығының айналымы жүрді деген сөз. Жалпы салқындату жүйесінде ақаулар көп. Кейде біздің термостатымыз ашылмай қалып жатады, кейде жабылмай қалып жатады. Осының барлығын уақытысында жұмыс жасап тұрып жатса, уақытысында жөндеп тұрса, ақауын нақты бірден тауып техникалық қызмет көрсету болып тұрса, автокөлігіміз бұзылмай, сенімді, сапалы жұмыс жасайды. Бүгінге осы